Бүгін мейрам екен ғой бізге. Маманың беріп атқан сыйлығы ғой мынау. Рахмет. Мейрамнан мейрамға аман есен жете берейік. Аман болайық, бар болайық. Жігіттер, мейрам құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Bir basımız 2 bas bolsun, 2 basımız 4 bas bolsun, 4 basımız 8045 bas bolsun. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, аман болайық, бар болайық, қосылайық. Сіздің көңіл-күй қалай екен? Мереке сезіліп жатыр ма? Білмеймін, сезіліп. Сізден тосын сый жоқ па? Бар ма? Сізден бір тосын сый бар ма, жоқ па? Дайындап атқан жоқсыз ешкімге? Соңғы кезде неге бір кісі неге құттықтамайсың деп қойды, маяқта жүр. Мен не үшін құттықтамын деп. Армияға барғансың ба деп сұрадым бірінші десең. Кеше Айгүл деген адамдарды танымаймын деп жатыр едіңіз деп айттыңыз ба? Соны айтам, вроде бы сондай білмейді, бүгін кішкене басқаша болып кетті. Бүгін енді мереке болған соң көңіл-күй жақсы шығар. Енді мен мереке ештеңе әсер еткен, мен көңіл-күйге қалай қалды солай қалады. Солай. Әсемнің көңіл-күйі қалай екен? Өте күшті. Не себеппен күшті болуы? Мереке ма? Бүгін андай күшті. Мереке күшті тосын сыйыңыз бар ма? Тосын сый? Иә. Кімге? Кімге бар? Ешкімге тосын сый. Жоқ па? Күшті тосын сый жасайтын емес. Әттеген ай, иә? Деген ай. Өздері солай қалады ма? Өздерінен көрсін десе. Кімді құттықтайсыз? Вообще бәрін бірге. Енді құттықтаса біздің оқырмандарды мүмкін. Бүгінгі келіп жеткен мерекелерімізбен барлық жігіттерді, ағаларды, барлықтарымызды құттықтаймын. Сол. Жігіттің әскерге барып бармағаны маңызды ма? Негізі бұл праздник андай сияқты. Әскерге барған адамдар ғана тойлайтын праздник сияқты. Деп ойлайсыз ба? Солай екен. Бізде сөйтіп сылтау айтайық та, жігіттер айтады ғой, неше? Инаның көңіл-күйі қалай екен? Кеше деген жанды танымаймын деп едіңіз ғой. Сіз? Досым ғой? Неге мені құттықтамадың деп таң атпай жалоба жасадыңыз? Айтып қойды Айгүл ал. Короче, мен 3 жыл неде оқыдым ғой. Спорт, военный школа. Содан кейін маңызды ма бәрінің құттықтағаны? Әлі Айгүлдің құттықтағаны қажет болды ма? Әлі ерекше. Қайтейін. Сіздің Зарикоштың көңіл-күйі қалай екен? Кімді құттықтайсыз? Барлық жігіттерді, өзімді, көкемді, бауырларымды құттықтаймын. Біздің жігіттерді құттықтаймын. Сражу басындағы отан алдында борышын өтеп жүрген жігіттерді де құттықтаймын. Әскерге барып бармағаны сіз үшін маңызды ма жігіттер? Жоқ. Бәрібір адам барып келген жігіттерді көрдім де просто. Солай кейін. Мәссаған. Жарайды дедім. Характері просто адам өзіне байланысты. Істер жүн деген нәрсе. Солай екен. Тоғырмалар, біздің жобадағы әскерге барған жігіттердің бірі де бірегейі Елдар. Көңіліңіз қалай? Шүкір жақсы, аман есен. Сол балаларды қарасам гүл болып отыр да, мен жалғыз военный формада сүшт еткен адаммын. Иә. Көкшетау қаласына 55 соны әскерге келді. 2018. Бүгін мына жақта сіздің күніңіз болып тұр. Иә. Енді бүгін сіз көп сөйлейтін шығарсыз. Бүгін бәрін қырамын. Мен бармағандарды аламын деп па. Военкомат. Әскерге барып қызыңыздан айырылып қалған сиясыз, иә? Сөйтіп айтып едіңіз ғой бір рет. Жоқ. Типа ғой. Типа ғой. Страдать еткенсің ғой. Келесің, күте алмай. Солай кішкене көңілі қалып қойғаны бар, иә. Иә, міндетті түрде елдерді құттықтаңыздар. Бәріңіз жаңа айтып жатыр ғой, қыздар да жігіттер де әскерге барғандардың күні деп жатқандар бар. Сол үшін құттықтап кетіңіздер. Сөйтсем ше бәрі айтады, 2 баласымен Айгүл қабылдайсыз ба, 2 баласымен қабылдайсыз ба деп айтады. Енді жақсы көріп қалса, ол баланы мен бақпаймын ғой. Тәужін екеуің бағалам десіңдер, маған бәрібір деп айттым, дұрыс па? Дұрыс.
Айгүлді аласыз ба дейді. Балаларың жасы қаншада? 6-да, 5-те. 6-да 5-те. Онда 25-тен бастап Тәуіржан да сен балаң болады қойса. Тәуіржан 26 жаста сен балаң. Ақшаны шашып сөйтіп кетті. Сондықтан жақсы болып кетсе, Тәуіржан Айгүлге секретін бәрін айтайын да. Тәуіржан сөйтіп ақшаны бәрін шаша береді, жиналмайды. Болды онда. Жинайды енді ақшасын десене. Молодец, жауабым. Не болады? Жауабым тартты, молодец. Бәрі біледі, үйдегілер бәрі. Ақшаны шашып жүреді. Айгүл, үйде кіммен тұрасың? Қыздармен тұрамын. Саған сарқыт салуды үйретейін ба? Сарқыттыларды бөлек салады. Қыздарға алып барасың. Ұстап салсай. Шашып кетем деп тұрмын, ұстап. Печенье. Қалған нан. Былай ашылмайтындарды енді тағы салақан. Тамса бауырсақ қосып салады. Есі салатын бен бұрын? Иә. Біледі онда. Тойда саламыз ғой. Анада. Ана қолдан жасалған пайдалы. Топы. Мыналар ма? Нандар ма? Жарайды, елуге. Алмадық та не салмағым. Күнде бізде жүреміз. Күнде. Рахмет, келгендеріңізге. Болды ойлым, болды. Сарқы нормально? Иә, нормально. Бәрін жинап бір пакет. Міне осылай сарқып салады. Иә. Шыны ба? Қалайсыңдар? Кеше бір енді қатты эмоциональный күн болды. Кішкене Айгүлдің настроениесі болмады, оны көтеріп, кішкене өзім настроением болмай, кішкене бір ішім пысып, бір Азия ойнаған бар енді. Азияға барып, басында кішкене бір ход қаншадан? Ход 500-ден 1000-нан болып еді. Бір кезде ход 10.000-нан, 5000-нан болып, в общем, ауыр болды. Соңында ұтылып, сосын қайтып ұтып, сосын при своих қап, 5000-ді алып жүре берсей деген әңгімелермен соңында кішкене ұйықтап кеттік та атылып қалдық деген сияқты. Жол болмай кетті соңғы кезде. Но сіздер білесіздер, пин-кода Sanofi дефект деген слово бар деп қойдым ғой. Пожалуйста. А мен промокодыммен 100 принципіне аласың. Так что барлықтарыңыз сәттілік. И мен біреуді точно қуантам бүгін. Кеше қадалсам да бүгін қуантам бүгін.